Құрметті алматылықтар, Алматы қаласында қауіпсіз жол республикалық жедел профилактикалық іс-шарасы жалғасуда. Оның негізгі мақсаты жол көлік оқиғаларының алдын алу және жол қозғалысы ережелерін өрескел бұзудың жолын кесу. Іс-шараның алғашқы 6 күнінде полиция қызметкерлері 4800-ден астам жол қозғалысы ережесін бұзу дерегін анықтады. Өкінішке қарай, олардың ішінде адам өміріне тікелей қауіп төндіретін құқық бұзушылықтар да бар. 81 жүргізуші көлікті мас күйінде басқарған үшін, ал 47 жүргізуші қарсы бағыттағы қозғалыс жолағына шыққан үшін жауапкершілікке тартылды. Бұл жай ғана статистика емес. Әрбір осындай құқық бұзушылық ауыр жол көлік оқиғасына себеп болуы мүмкін. Полиция жол қауіпсіздігін қамтамасыз ету бойынша жұмысты күшейтілген режимде жалғастыруда. Алайда, жолдағы қауіпсіздік тек полиция ғана емес, әрбір жүргізуші мен жаяу жүргізушінің ортақ жауапкершілігі. Баршаңызды жол қозғалысы ережелерін қатаң сақтауға, жылдамдықты асырмауға, көлікті мас күйінде басқармауға және өз өміріңіз бен өзгенің өміріне жауапкершілікпен қарауға шақырамыз. Заң мен тәртіп қауіпсіз қоғамның басты кепілі.